Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен ватрушки тоқашын дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, әрі ортасына ірімшік қосылып дайындалады. Ең алдымен жылы сүттің жартысын құйып аламыз. 2 ас қасық қанттың 1 ас қасығын қосамыз. Құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, аппара дайындап қоямыз. Жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Сарысын бөлек қойып қоямыз, тоқашымыздың бетіне жаққанға. Жұмыртқаның ағын жақсылап араластырамыз. Біраз тұз қосамыз. 1 ас қасық қант қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қалған жылы сүтімізді құямыз. Күнбағыс майын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне көтерілген аппарамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнды біртіндеп салып, жақсылап араластырамыз. Қалған ұнның барлығын салып, қолмен жақсылап илейміз. Енді жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ішіне салатын қоспасын дайындаймыз. Ірімшікке 1 жұмыртқа қосамыз. Оның үстінен ванилин қосамыз. Және 3 ас қасық қант саламыз. Жақсылап үстінен осылай басып, жақсылап араластырамыз. Енді протеинімізді күнбағыс майымен асты жабысып қалмас үшін осылай майлап аламыз. Міне біздің тоқашымыздың қамыры дайын болды, көтеріліп, осылай домалақтап барлығын қойып шығамыз. Осылай 11 бөлік болып шықты. Енді бетін жауып, біраз көтерілгенше қойып қоямыз. Міне көтерілді. Енді бетінен осылай стаканмен немесе кружкамен осылай басып шығасыздар. Егер жабысып жатса, ұнға малып аласыздар. Барлығын бетінен өстіп, видеода көрсетілгендей басып шығасыздар. Тұрған сайын көтеріліп жатыр. Ортасын осылай қолмен басып шығасыздар. Енді үстіне жаңа дайындаған ірімшік салмамызды салып шығамыз. Шетін жұмыртқаның сарысына 1-2 тамшы су қосып, осылай шеттерін барлығын жағып шығасыздар. Енді духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз.
Міне біздің ірімшік қосылған тоқашымыз өте керемет болып қызарып шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.